Ассалаумағалейкум достар. Қазір мына Sweetcoin'ді үйренейік. Так, міне приложениесін жазып алғаннан кейін Sweetcoin'ға кіреміз. Так, маған тіркелген үшін менде жоғары жағында баланста $8 болды. Маған бір кісі тіркелді. 13.50 болды. Тағы да көздерінше көбейді. 18.50 болды тағы да. Так, міне төмен жағында үй бар. Үйдің суреті тұр, магазин тұр. Так, кошелек тұр. Және адамның суреті тұр. Мына кошелекті қарайтын болсаңдар, мына жерде Айша бибі, Дастан, Ислам тіркелгенде көрініп тұрады екен бір жақсы. Осы монеталар көбейе береді. Так, енді бірінші шаг қалай болады қазір көрсетемін. Бірінші шаг, міне үйге барамыз, төменгі жағында үйге барамыз. Вот, үйге барғанда міне адамның суреті тұр ғой, жүгіріп батқан. Open 2x boss деп, соны басамыз. Менікі орындалып қойған. Содан кейін осы жерге домалақ мына 2.98-ның орнына просто шығып тұрады мына адам суреті. Сол кезде төменгі жағынан шари деп тұр ғой, шари деп. Соны басқаннан автоматически уақыт жүре береді. Уақыт жүргенге байланысты Sweetcoin беріле береді. Сол 20 минут біткеннен кейін полный общий Sweetcoin беріледі. Ол Sweetcoin біткеннен кейін мына жерге түседі. Қазір көрсетемін. Мына жоғары жағында балансқа түседі. Мына қарап тұрсаңыздар, ең жоғарына қараңызшы. Экранға сол жағында 1,617 Sweetcoin доллар сияқты есептегенде 18.50 деп тұр. Енді төменгі жағына түскенде мына жерде мына 0,5 деп тұр. Осы жерде 3 не тұрады вариант. Сол жүгіріп болғаннан кейін үшеуін каждыйын басқанда сіздерге ақша береді. Тоже қосылып қойнады. В принципе, бұл қиын емес. Енді қазір мына жерде мен привяз кошелек дегенде үйренейін деп қалай алай екен. Кейін сосын сіздерге айтамын. Жалпы менен де жақсы бір болып қалып жатсаңыздар, айта кетсеңіздер.